Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен кестелі құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда ажурные блинчики. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, ұн, жылы айран, ас содасы, құмшекер және де сұйық май. Айранды кішкене жылытып алып, оны бөлек ыдысқа құямыз. Айранға ас содасын салып, араластырып, 2-3 минутқа қойып қоямыз. Екеуі реакцияға түсіп, кішкене көпіршіктенуі керек. Одан соң жұмыртқаны саламыз. Қант саламыз. Сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнды саламыз. Ұнды аз мөлшерде сала отырып араластырамыз. Ұнды салып болған соң, қайнап тұрған ыстық суды құйып, тез-тез жақсылап араластырамыз. Қайнаған суды салғаннан кейін, міндетті түрде тез-тез араластыру керек, өйткені біздің қамырымыз пісіп қалмауы керек. Табамыз міндетті түрде қызып тұру керек. Шамамен бір ожаудай біздің құймақтарымызды салып, екі жағынан қызартып пісіреміз. Құймақтарды екінші бетіне аударғанда, жайлап аударғандарың жақсы, өйткені оның құрамында айран болғандықтан табаға жабысып қалуы мүмкін. Егер оттың асты қатты тұратын болса, біздің құйған құймақтарымыздың үстінен осындай тесіктер пайда болады. Егер оттың асты баяу болатын болса, бұндай тесіктер болмайды. Сол себепті оттың астын барынша қатты қылып қойыңыздар. Біздің құймақтарымыз дайын. Осындай кестелі, жұқа және де әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға рецепт ұнады деген ойдамын. Өте оңай рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.